Міне бүгінгі сабағымыз Шыңғылыздың келіп шығу тарихы хақында. Әрбір нәрсенің бірінші тарихын үйреніп алуымыз керек. Мынау Қарақалпақ Хаят қызларының саз әсбабы, мінбей саз әсбабы. Біздерде тек бұны Хаят қызлар шертеді. Осының келіп шығу тарихын айтып берейін. Шымбайдың атақлы Арухан деген құрт оқитын қызы, құрт оқиды екен да, жіптен құрт оқиды қара үйге. Сол бір күні шаршап отырып, қолында құрдың керек емес жерлерін жіпті кесетін пышағы бар екен. Шаршап отырып пышағы жерге түсіп кетіп, шың деген дауыс шықты. Бұл айры тәмелі дауысты. Ондай дауысты еш естіп көрмегенде хайран қалып, пышақты жерден алыпты да, қайтадан және жерге тастап жіберді. Сол уақытта шың еткен ses шығады. Сөйтіп, пышақты қолына алып, пышақ сондай пайдалана беріп, пышақтың ұшы мына шың қобыздың тіліндей болып жіңішкеріп қалған екен. Сөйтіп қолына алып жаңағы қайрады, сөйтіп қолымен дейіп тартып көреді. Тартып көрсе дауыс шыққандай болады да. Кейін біресе олай көреді, біресе бұлай көреді. Бір уақытлары қалтасында кілті бар екен, кілтті тісіне басады. Сөйтіп үстіне пышақты қояды, сөйтіп тартып көреді. Тартса, бір қандай да бір жанлаған ауаз естіледі. Сөйтіп ол қайта шертіп көріпті. Міне ол қуанып кетіпті соны. Сөйтіп сол ауылда атақты Шамрат деген ұста бар екен, темірші ұста. Сол темірші ұстаға барып, жерден жеті қоян тапқандар қуанышын жасыра алмады. Мен мынандай нәрсені таптым, осыны саз әсбабы қылып шығарып берсеңіз дейді. Саз әсбабы дейді. Сөйтіп қалтасындағы кілтін ауылын еріне басып, үстіне пышақты қойып, мынандай етіп шығарып берсеңіз деп өтініш етеді. Ол кісі болса қыздың ықыласын көріп, ол да толқынданып кетіп, істеп беремін балам дейді. Сөйтіп темірді ертеді, сөйтіп маңдай шың қобызды істеп шығарады. Бірақ мына жағы пышақ болады. Себебі Арухан қыз айтады, мына жағы пышақ болып тұра берсін, мен бұны жіп кесуге пайдаланамын дейді. Сөйтіп, бұның енді жерге шың етіп түскеннен кейін атын шың қобыз. Қобыз ер адамдардың шертетін саз аспабы, білесіздер оны. Тамақты қырып шертеді оны. Жыраулар айтады оны, шертеді оны. Ал сол жыраулардың қобыз аспабындай шың етіп түскен үшін шың қобыз деп атын қояды екен. Сөйтіп бұл жаңағы қыз керек уақытында жіпті кесу үшін пайдаланады, керек емес дем алатын шаршаған уақытларында шертіп дем алады екен. Мынау енді темірден соғылған, ал мынау енді күміс неден соғылған? Басқа металдан соғылған да мынауға. Міне сөйтіп халықтың арасына ауыздан ауызға таралады. Аруханның бір саз әсбабы бар екен. Бұны Қоңыратта жасайтын Зибагүл деген дуташы қыз естеді. Сөйтіп Зибагүл паю пиядалап, бұрынғы заман қойынды паю пиядалап Шымбайға келеді. Сөйтіп Арухан қыздан шың қобызын көреді. Шертіп көреді, қатты ұнайды. Сөйтіп Шамрат ұстаға барады, аяқ шың қобызды соққан. Ағам маған ұсындай шың қобыз соғып берген, бірақ мына жағы керек емес, маған хақиқи саз аспабын соғып берген. Ол кісі айтады, байбу балам-ау, сонша жерден келген екенсің бе, бірақ соғып бере алмаймын ау дейді. Қыз болса бір нәрсені дәметіп атыртау деп ойлайды да, аға не сорсаңыз да беремін, маған шың қобыз соғып беремін. Сөйтіп, менің соғып бере алмаймын деп атырған себебім, көріп басатын көргіші балам мерекеге шақыртқа кеткен еді. Көріп басатын адам жоқ дейді. Сонда шың қобызға деген ықыласы сол дәрежеде болады, жаңағы кімнің? Зибагүлдің. Әттегі ер адамдар істейтін көрікті де басуға қайыр болады.
сөйтіп ол көрікті басады, шаңырақ ұстап, темірді ерітіп, мынандай шымболыз істеп береді. Міне, осы нұсқа, сол шаңырақ ұста соққан нұсқа деп айтылады әзір тарихи деректерде. Сөйтіп Зибагүл еліне барып, шын қобыз әспағын шертіп, халықтың арасына біріншілерден болып таратады екен. Зибагүл шығарған нама деп, әзірге Шымбай, біздер айтып жүрген Шымбай намасында Зибагүл шығарған деген тарихи илми дәрежелер бар. Міне, сөйтіп қазіргі уақытта Қарақалпақ аял қызларының сүйіклі саз аспағы шын қобыз. Ал енді соңғы уақытларда бұл шын қобызды мына дәрежеге келтіріп соғып батырыпты. Түсіндіңдер ме енді? Шын қобыз аспағын кімдер шертеді екен? Аял қыздар. Қыздарымыз шертеді екен. Енді осы шын қобыз аспағын сіздер үйренуді қалесеңдер, дөңгелегімізге ағза болсаңдар болады. Менің дөңгелегім, біздің дөңгелегімізге ағза қызларымыз бар. Мәселенгі Жазира. Кел Жазира. Шет. Кәне, өзің дөңгелекте үйренген наманды шертіп берген екен. Ал енді мен сіздерге жаңағы Зибагүл апаңыз шығарған Шымбай намасын шертіп беремін. Енді сіздер шын қобыз аспағына қызғансыздар ма? Үйренуге бола ма? Дөңгелегімізге қатынасаңыз, алдағы уақытларда осы шын қобыз аспағын үйреніп, аял қызларымыздың мұңласы, сырласы болған шын қобызды үйренеміз. Халықтың арасында кеңінен жайдырамыз. Шын қобыз шертіп жүрген апаларды көрдіңдер ме? Жоқ, халқымыз арасында сиректесіп баратыр. Соның ұшында міне қадіретлерімізді асырап абайлауымыз керек. Келешек әулетқа жеткеруіміз керек. Соның ұшында сіздер шын қобыз аспағын үйреніп, халқымыздың міне мирасын сақтауға һәм келешек әулетқа жеткеруде өз үлесіңізді қосасыз деп сіздерге бек сенемін.